Қарабайлы Мапожа тұрғыны Оралбай Мұратбай боламын. Мен жыл басында жәмлеспеген жастар үшін жер ажыратып жатқанын естіп, мәхаллем жетекшісіне барып хабарластым. Һәм сол жетекшінің көмегі арқасында аукцион платформасы арқылы 1 гектар жер құрамында жер алдым. Һәм сол жерге күнже ектім. Алдыңғы жылдары диқаншылық қылатын ек, күнже еккен себебі күнжінің өнімі қымбат бұл біріншіден. Екіншіден, күнжіге қолай жерлер, су бар, жер шеге тап. Онда қатты да емес, шорам жоқ, содан күнже ектік. Һәм сатқан жағдайда да күнже ең өнімлі һәм ақшасы қымбат өнімді. Күнже шөлге шыдамлы егім. Екпестен бұрын суғарып, жақсылап суғарып алсаңыз, пісемен деген іште су талап етпейді. Төмені жоқ дегенде 708 кг, жақсы болды дегенде 1 тонна 200, 1 тонна. Енді күзіне қарап көре береміз. Алдын сырт елге қатынайтын едік. Қазіргі уақытта міне жер ажыратылып жатыр, жастарымызға деп мүмкіншілік беріліп жатыр, жеңілдетілген кредиттер ажыратылып жатыр. Жерді аласаң, ақшаң болмаған жағдайда жеңілдетілген кредит беріп егіледі. Сырт елде тапқан пұлды қазіргі уақытта мысалы үшін ауылда жүріп, жер қарап, басқа жеңілдетілген кредит алып, өз-өзімізді тәмелеп, бәнтілеп, сырт елден тапқан табысты тауып алып жатырмыз. Ажыратып отқан президентімізге рахмет, жастарға өз-өзін бәнтілеу үшін жермен тәмелеп жатыр.